Барлықтарыңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен шоколадты пирогтың рецептімен бөлісемін. Бізге бірінші сары майды ертіп алу керек. Микроволновкада немесе отта ертсеңіздер болады. Үстінен шоколадты құйып, екеуі біріккенше, шоколадымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Міне массамыз бірікті. Осы массаның үстіне қантымызды қосып араластырамыз. Пирогтың жасалуы оңай, қолжетімді заттармен және миксерді қажет етпейді. Өте қарапайым дайындалуы, жасап көруге кеңес беремін. Осы массамыздың үстіне бір-бірден жұмыртқамызды салып, біріккенше араластыратын боламыз. Духовканы алдын ала 170 градусқа қыздырып қойсаңыздар да болады. Пирог шамамен 40-45 минутта дайын болады. Пирог өте дәмді, әрі ылғалды болып шығады. Бисквит құрғақ емес, ешқандай пропитканы да қажет етпейді. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді біріккен массамызға құрғақ қоспаларымызды біртіндеп қосамыз. Оның 1 шай қасық қамыр қопсытқышты қосып, біріккенше тағы араластырып аламыз. Үстіне жаңғақ қосамыз. Грецкий орех қостым. Басқа да жаңғақ түрлерін қоссаңыздар болады. Осылай массамыз біріккенше, біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Міне бізде масса дайын. Формамызға құямыз. Менде форманың диаметрі 24 см. Духовкада 170 градуста 40-45 минут пісіреміз. Пирогтың дайын болғанын ағаш шпажкамен тексеріп алсаңыздар болады. Шпажка құрғақ болып шығуы қажет. Үстінен осылай қант ұнтағын сеуіп шықсаңыздар болады. Пирог өте дәмді, әрі жұмсақ, ылғалды болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп лайк басып, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Рахмет.